Ассалаумағалейкум достар. Алдағы сенбі аса күткен жекпе-жектердің бірі Қазақстан ММА үшін Асу Алмабаев UFC-дегі кезекті жекпе-жегін өткізеді. Бүгін дәл сол жекпе-жекті талқылап көрейік. Бастамас бұрын міндетті түрде қалыптасқан дәстүр бойынша айта кетейін. YouTube бұны талап етеді, YouTube оны жақсы көреді. Менің арнама жазылып отырыңыздар, белсенді болыңыздар, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар деген сияқты. Енді YouTube жақсы көретін бүкіл дүниелерді жасаңыздар. Мен де жақсы көремін. Сіздер қолдаған кезде шабытым оянады, тағы бірдеңе жасағым келеді, тағы да бір жекпе-жектер жайлы саралағым келеді. Сондықтан егер көңілден шығып жатса, қолдаңыздар, көңілден шықпай жатса, онда кешіріңіздер. Қолымнан келетін тек қана осы. Жарайды, оның барлығы қалжың. Хосе Очоа, Перу елінің өкілі. Осы уақытқа дейін кім екенін қазақ ММА-де бұны ешкім білген жоқ. UFC-де көптің бірі болып жүрген жас талантты проспект. Ондайлар көптеп келеді, кейбіреу сүрінеді, кейбіреулер бүйтіп жолын тауып элитаға кіреді. Хосе Очоа міне ең басында тұр жолының өзінің. UFC-дегі дебютінде ұтылып қалған, өзі сияқты нөлмен келе жатқан бала ұтылған төрешілердің шешімімен. Одан кейін міне соңғы жекпе-жегін маусым айының ортасында өткізді. Коди Дёрденді былай бір әккі ардагердеуге болатын шығар, ветеран деп айтады ғой, сондай бір жап-жақсы спортшы. Дёрден элита емес, топқа қазір кірмейді, бұрын топқа кірген айтпақшы. Екінші раундта техникалық нокаутпен ұтты, бір соққымен құлатып түсірді. Хосе Очоа жайлы айтатын болсақ, жалпы 8-1 деген көрсеткіші бар. 8 жеңісті жекпе-жектің барлығында мерзімнен бұрын аяқтаған. жетеуі техникалық нокаут, біреуі қылқындыру әдісі. Осындай бір көрсеткіштері бар бұл жігіттің. Және де Очоаның жалпы былайша айтқанда жекпе-жектегі философиясы бұл негізінен ұпай жинау емес. Очоа бұл қандай толықтай бірден кәсіпқой ММА шебер ретінде қалыптасқан адамдардың қатарына жатады. Ол жақта талап бар, әуесқой ММА-де өнер көрсету керек деген, бірақ ол жақтың әуесқой ММА тіпті басқа. Кәсіпқой ММА-ге әлдеқайда жақын біздікіне қарағанда. Базасы былайша айтқанда бірден кәсіпқой ММА-ден басталған спортшы. Түсінуімше негізінен өзінің бәлкім стилі, мүмкін ММА-ге дейін кикбоксингпен шұғылданған шығар, бірақ кикбоксингке бір ұқсастары бар. Фронтальный стойка дейді, аяқтарын тым ашып, каратэде сондай тұрысты қолданады. Шутбокс мектебінің өкілі Чарльз Оливейра шыққан, сол жерде жаттығады Бразилияда. Шутбокс дегеніміз бұл муайтай мен джиу-джитсудың комбинациясы, былайша айтқанда қосындысы. Ол жерде тейкдаундар өте қарапайым, еркін күрес сондай терең емес, бірақ ММА-де қолданылатын джиу-джитсудың элементтері мен ММА-де қолдануға болатын муайтайдың элементтері бар. Осындай мектептің өкілі бұл спортшы, өзінің бір кикбоксингтік элементтермен араластырған. Стилі өте қызық, және бұны да мойындайық, Асуға қарағанда бұның стилі шикілеу болғанның өзінде де бұның стилі қарапайым адамға бір түсінікті болып көрінеді. Өйткені бұл сондай бір велосипед ойлап табатын спортшы емес, ол келеді, қарсыласының алдына тұрып алып, комбинация жасамайды, алға бірден бас салмайды, ол қарсыласына төніп тұрады да дәл соққылар жасауға тырысады. 2-3 соққыдан тым комбинация кірмейді, тым ашық ұрысқа кірмейді. Барынша былайша айтқанда ойға салып төбелескісі келетін спортшы, бірақ тәжірибенің аздығы жекпе-жектерінде сезіледі. Енді Асу Очоа үшін бұл кәдімгі оппозицияда секіру, сұмдық секіру. Бұндай калибр, бұндай деңгейдегі спортшымен әлі шықпаған. Бұл міндетті түрде Асудан ұтылып қалады деген сөз емес. Бұл жекпе-жек қалай дегенмен, әсіресе сенің қолыңда ауыр соққы болса, аяғыңда ауыр соққы болса, қолмен құлатты деп айттық Дёрденді, бірақ негізінен аяқпен көп соққы жасайды. Және жекпе-жектердің басым бөлігінде аяқпен соққылар жеңіске алып келген. Бұл аяқпен құлатпаса да, аяқпен кеудеден ұрып, әбден зықысын шығарған, калф-киктермен әбден зықысын шығарған, сондай моменттер көп. Яғни аяқпен соққылар кик, яғни қатты маңызды рөл ойнап отырған. Асуға қарсы не істейді? Ол міндетті түрде КП-ге қарсы жекпе-жекті қарайды, әрине. Дейді, криптонит осындай екен, ұқсастығы бар, бұндай да отырайық, денелі жігіт, оған қоса КП сияқты солақай, бірақ енді КП-нікіндей бокс жоқ, әрине, КП-нікіндей қара күш жоқ.
Капой қалай дегенмен бұл 61-де төбелескен бала, иә. Асудан да ірі екені көрініп тұрды. Ол солай күшке салып қысым көрсете алады. Ал дәл солай күшке салып Очоу қысым көрсете алады ма дегенге күмән бар. Екінші бір фактор бұл күреске төтеп беру қабілеті. Тейкдаундарды тоқтату қабілеті өте нашар. Жоғарыда айттық қой, иә, бұл шутбокс мектебінің өкілі. Шутбокс бұл джиу-джитсу мен муайтай. Бұл жерде еркін күрестің элементтері аз. Әсіресе тордың ортасында, тор жоқ, тіреле алмайтын кездерде оп-оңай құлатып жатты қарсыластары. Бірнеше мәрте тейкдаун жасаған сәттерін көрдім, көбінесе әрі тым оңай көрінеді. Сондықтан енді асу үшін бір жағынан стиль жағынан бір ыңғайлы спортшы болып көрінеді. Және де бұған дейін өзіміздің подкастымызда айтқан болатынбыз, екеуі қазір өздерінің карьераларының әртүрлі шағында келе жатыр. Асу бұл қазір капойға ұтылғанның өзінде де, по факту алып қарайтын болсақ, өз салмағындағы ең үздік спортшылардың қатарында әлемдегі. Очоа бұл кәсіпқой ММА-дегі жолдың енді бір орта шағына келеді, иә. Оның болашағы бар, бірақ қазір емес. Былайша айтқанда, сондықтан өйткені тәжірибе аз біріншіден, екіншіден стиль ыңғайсыздау, асудың оған стилі Очоуға ыңғайсыздау болып келуі мүмкін. Екіншіден, мына факторға назар аударыңыздар, бұл шұғыл арада қабылданған жекпе-жек, иә. Яғни 40 күн арасы екі жекпе-жектің, сондықтан ол қандай бабында, сондай маңызды сұрақ туындайды. Шынымен де толықтай бір дайындалып үлгереді ме? Ол Америка құрама штаттарындағы жекпе-жегін өткізеді де Перуға келеді. Перудан келеді де сосын мына жаққа Біріккен Араб Әмірлігіне келу. Бұндай климатта бұл бала өмір бойы төбелеспеген. Бұл тек қана оңтүстік, жалпы негізінен жекпе-жектердің басым бөлігін оңтүстік Америкада өткізген, яғни Америка құрама штаттарының жекпе-жегі бар. былайша енді бір континенттен шықпаған адам. Қазір Абу-Дабиге келу керек. Бұл жақтың климаты тіпті басқа, ол жақта кішкене ылғалдық болса, мына жақта құрғақ барлық. Өте үлкен айырмашылық. Бұл өте қатты бір маңызды рөл атқаруы мүмкін. Енді қай жағынан алып қарасақ та, асу фаворит бұл жекпе-жекте. Бұл бірден сезіліп отыр, өйткені Очоуға қарсы факторлар көп. Очоу бізді тек қана бір лаки панчпен көңілімізді қалдыруы мүмкін біздің. Ондай бар. Бұған дейінгі бірінші жекпе-жегінде көрдік. Жоқ жерден бір соққы салып келіп жіберуі мүмкін, бірақ енді асудың IQ-ы ондайға жол бере қоймас деп ойлаймын. Сайып келгенде қорытындылап көрейік. Стиль жағларын айттық. Менің ойымша біз шамамен CJ Вергараға қарсы жекпе-жекті естеріңізге түсіріңіздер. Асудың біз шамамен сондай бір жекпе-жек тамашалаймыз деген ойдамын. Және біраздан бері асу мерзімнен бұрын жеңістерге қол жеткізген жоқ. Және дәл осы Очоуға қарсы менің ойымша асуда мерзімнен бұрын жеңіске жетуге мүмкіншілік бар. Асуда қазір қарсылас таңдайтын позицияда емес. Әсіресе соңғы жекпе-жекте ұтылғаннан кейін тек қана берген қарсыластарды қабылдай беру керек. Жақын арада топ 5-те жүрген бұл салмақтың элитасы болып есептелетін жігіттерді беру екіталай. Сондықтан сол бұрынғы әдетіне басу керек. Асу бізде өте жиі жекпе-жектерге шығатын спортшы, әсіресе өткен жылы өте жиі көрдік бұл жігіт. Сондықтан дәл сол қайрадан сол ритмге оралу керек. Әрбір 3-4 ай сайын жекпе-жек және тек қана осындай тағы да бір КП-ның деңгейіндегі элита болып есептелетін бұл салмақтың сондай спортшымен шығып қалудың мүмкіншілігін көздеген, басқа амал жоқ. Сондықтан Асу Алмабаев топ 5-ке өзінің жорығын Очоуға қарсы жекпе-жектен бастайды. Сіздермен біз куәгер боламыз. 26 шілде күні негізгі картты ашады. Ал жекпе-жектен кейін әрине міндетті түрде осы жерге отырып жекпе-жекті қорытындылайтын боламыз. Міндетті түрде өз ойларыңызды жаза отырыңыздар. Алмабаев Очоу жекпе-жегінен не күтесіздер? Рамазан өзбек спортшысының қарсыласының атын ұмытып қалдым. Рамазанбек Теміров пен жекпе-жекті алдағы уақытта тағы бір мәрте ұйымдастырып көруге болады ма? Маған сондай сұрақ қызық. Жалпы біздің жанкүйерлерге бұл Қазақстан Өзбекстан текетіресі қаншалықты қызық? Алдағы уақытта бұл жекпе-жекті екінші мәрте жасап көрсе деген сияқты.
Сол жайлы жаза отырыңыздар. Жекпе-жектен не күтесіздер, өз болжамдарыңыз қандай? Белсенді болыңыздар. Комментарийге қош келдіңіздер.